Қошқар мен Теке. Ертеде бір жайлауда Қошқар мен Теке бірге өмір сүріпті. Екеуі де күшті, мүйіздері ир-ир, бірақ мінездері мүлде бөлек екен. Қошқар сабырлы, ойланып сөйлейтін, ал Теке қызба мінезді, асығыс шешім қабылдайтын болыпты. Бір күні олар кең жайлауда жайылып жүріп, өзеннің арғы бетінде көк майса шөпті көреді. Ана жақта шөп қалың екен, сол жаққа өтейік дейді Теке. Асықпайық, өткелін қарап алайық дейді Қошқар. Бірақ Теке тыңдамай, мен қорықпайым деп, суға бірден секіріп кетеді. Өзен ағысы қатты екен, Теке тайып кетіп, суға бата бастайды. Оны көрген Қошқар ойланбастан суға түсіп, мүйізімен тіреп Текені жағаға шығарып алады. Теке қалтырап отырып, мен сені тыңдамағаныма өкінемін. Егер сен болмағанда не болар еді дейді. Қошқар жымиып, күш тек мүйізде емес, ақылда, ал ақыл сабырда дейді. Сол күннен бастап Теке асығыс мінезін қойып, әр істі ойланып істейтін болыпты. Ал екеуі бір-біріне тірек болып, тату тәтті өмір сүріпті. Түйін: сабыр мен ақыл кез келген қиындықтан алып шығатын күш.